Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен диеталық жеңіл салат жасау рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 200 грамм пісірілген күріш, аскөк, 1 пісірілген сәбіз, 150 грамм маринатталған қияр, жарты банка маринатталған жүгері, 1 ас қасық соя соусы, 1 шай қасық тұз қажет. Ең алдымен пісірілген сәбізді кішкене текшелерге бөліп турап аламыз. Маринатталған корнишонды ортасынан 3-4 бөлікке бөлеміз. Аскөкті ұсақтап турап аламыз. Енді барлық құрамды біріктіреміз. Сәбізді, пісірілген күрішті, маринатталған жүгеріні, маринатталған қиярды, аскөкті салып, үстінен соя соусы мен тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.